жаздың күні ораза кезінде шыбын шақырылады дейді. Адамдар шыбын шақырылады дейді. Ауруына ауру жамайды. Неге десеңіз, жаздың күні күн өте ұзақ, күн ыстық, қаның қоюланады. Қан қоюланғаннан кейін холестерин жиналады. Содан кейін инсульт, инфаркт алу қаупі 100 артады сенде. Қаның қоюланып, холестерин жиналғаннан кейін. Өйткені қан деген ол су. 90% су қанның ішінде де, плазма судан жиналады. Сен су ішпегеннен кейін, сен сөйлеген кезде аузыңнан дем шығады, терлеген кезде сонымен бірге кетеді. Одан сайын қаның қоюланады. Әрине, денсаулығы мықты, болмысы мықты адам шыдап кетеді, ал денсаулық адам инсульт, инфаркт. Болмаса, уже бір аурудың неменесін салып бердің деген сөз. Сондықтан ашыққан кезде су ішіп ашығу керек, сусыз емес. Имамға айтыңыз, 2 жол бар деп айтыңыз. Мен ораза ұстағым келеді, бірақ су ішіп ашығайын, болмасам ауырып қалам. Жоқ болмаса құрғақ қылып ашығайын, ауырсам ауырайын десе, қалай жауап береді, сұрақ көріңіз. Ауырмасаң арам қап, бәрібір ашық десе, айтын онда ары жүр деңіз. Су ішіп ашық десеңіз ашығыңыз. Су ішу керек. Сусыз өмір жоқ.